Алейкумассалам, балам. Не болды? Қазақтың ойыны көп қой, балам. Домбыра тарту, асық ойыны бар, қамшы өру. Қамшы өруді мына бауырым ағаң көрсетеді саған. Сен бізге айтар сыйлығың бар ма? Тақпағың. Ода айтшы, айналайын. Әпес деген аялыға ақсып келген апа атайым. Сәлемді бүгін иранымен құттықтаймын. Өркенің өссің, айналайын. Жолың болға. Тағы не айтасың? Тілеймін бар әлемге дос көп болсын. Жаназу, Азия, әкесі құтты болсын. Жаназу. Айналайын, өркенің өссін, жаным балам. Онда саған қазір қамшы үйретуді мына отырған ағаң көрсетіп береді. Әрбір қазақтың баласы қамшы үйіруді үйрену керек. Көзіңді салып көріп ал. Қарап. Үстіп, бірінші жіберіп, сосын екінші мына жаққа жібересің. Ал енді үйрендің ба балам? Бауырым. Үйренген болсаң енді батаны да үйрет. Ал қолдарың жайыңдар. Бата берем балам, қолыңды жайып тыңда. Кім болар деп ертең, ақылмен жол таңда. Сабағыңнан қалма, жаман бала болма. Ұйықтап жата берме, оранып ап тоңға. Табысты бол, адал бол, түсіп тура жолға. Бастай берсін сені, талап ниет оңға. Бағын жаны бер боп, ата жырын қоуға. Аман есен өсіп, ана тілін қорға. Еңбек еті белге, ізгі тілек жолда. Жақсылықтың бәрін жарқын жүзбен қолда. Денін сау боп шыңға, құран құстай самға. Ұзақ ғұмыр беріп, жару қалсын Алла. Әумин. Ал, әпкесі, айтарың бар ма? Қосарың бар ма? Аға, осы неге үлкен кісілер бата береді? Батаны үлкен кісілерден баяғы заманда үлкен жауға шыққан кезде, немесе жауға шыққан кезде бата сұрайтын. Бата ол жаңбыр жауса жер көгереді. Бата елді көгертеді. Сондықтан батаны үлкен кісілер айтады. Әрбір қазақтың үлкен аталары, әжелері, ағалары үйінен бата бермей шықпайды. Ал неге батаны үлкен кісілер ғана береді? Үлкен кісілер олар олардың тілегі қабыл болады. Және де басқалардың да тілегі әрине қабыл болады. Бірақ үлкен кісілерді сыйлаймыз біз. Сондықтан үлкен кісілер көбінесе айтады. Түсіндім, рахмет жауабыңызға. Сіздің жауабыңыз маған қанағаттандырарлықтай болды. Батанында берген адам береке тап, табысты бол. Және де Алладан біз дұға тілейміз. Сондықтан батаның сыры осында, қызым. Үйренген болсаң. Рахмет. Әже, неге осы жас балалар үлкен кісілерге сәлем берген кезде табысты бол, бақытты бол деп тілектерін жаудырады? Сол тілек бергенде жақсы қой. Өніп өссін бала дейміз. Мысалы міне бата берді. Айналайын, береке тап, табысты бол, жолың ашық болсын. Әрқашанда жолаушың не болсын деп тілек тілеп отырамыз. Соның арқасында біздің балдарымыз, қыздарымыз өнеді, өседі. Сондықтан батанында күші үлкен. Әрине әже, дұрыс айтасыз. Қазақи бірлігімізді, тірлігімізді осы айналайын. Рахмет әже. Түсіндің бе балам?
Қай жерге барсаң да батаңды өзіңмен бірге алып жүр. Батаны ешқашанда тастама. Бопты ма? Я. Болды. Қаны, аумин. Аумин. Тірлігіміз де бірлігіміз де бір болсын. Ешқашанда ауырмайық та, сыздамайық та. Дендерің сау болып, өмір жастарың ұзақ болсын. Әмин. Аумин.